Сәлем достар, бұл видеода біз декретте отырып баю мүмкін бе? Осы тақырыпта мен видео жазғым келіп отыр. Қазір кезде декретте отырып байып кетіпті, декретте отырып үйтіп кетіпті, сөйтіп кетті, миллиардер, миллионер болып кетіпті, декретте құрып отырсың ба, онда ақша тапсай дейтін рекламалар көз сүріндіреді. Курс сататындар көп декретте отырғандарға. Ол декретте отыратындарда онсыз да ақша жоқ. Ол одан сайын курс алып рассрочкаға қарызға кіріп жатқандар өте көп, оны төлей алмай жүріп жатқандар өте көп. Мен декретте отырып байдым, сен де бай дейтін әйелдер бар. Достар, оның бәрі иллюзия, оның бәрі реклама деп айтар едім. Ешкім декретте отырып байып кетпейді, мен ондайға сенбеймін. Ол баласына қарай ма, үйін тірлігін жасай ма, әлде тамағын істей ма, қайсы біріне үлгереді? Бала деген аяғыңа оратылып жүреді, кішкентай бала болса қолыңа алып жүресің оны. Әр секунд сайын жылайды, ол не то что минут сайын. Қасынан кетсең болды. Ол қалай ол үлгереді? Миға кіріп шықпайтын нәрсе ғой, құндақтаулы баласымен. Мен оны миыма кіргіздіре алмаймын. Мен де жұмыс істеп көрдім, бірақ өйтіп байып кету деген ол мүмкін емес нәрсе. Үйіңнің тірлігі бар, балаңның тірлігі бар. Күйеуің жағдайын жасауың керексің одан кейін. Мен ата-енемен тұрмаған күннің өзінде жетеді ғой тірлік деген. Баламен айналысуың керексің. Ол бірсе құр қарап отырмайсың ғой декретте. Мен құр декретте қарап отырған әйелді көрмедім әлі. Бәрі тірлік істеп жүреді, тынбай 24 сағат тірлік істеп жүреді. Неліктен ондай реклама шығатын мен білмедім. Меніңше сол Фейсбуктың иесіне хат жазу керек ау деймін. Осындай рекламалар жіберілсе, жаңа травляға кетсін деп, болмаса осындай рекламаға бан қойылсын деп. Себебі ол сұмдық. Декреттегі отырған әйелдің санасын улайды. Декретте отырған енді ақшасыз отырасың, түсінікті, иә. Бір ғана пособие ол дымға жетпейді, түсінікті. Бірақ декретте отырған әйел баламен айналысу керек. Қазір көп жағдайлары болып жатыр, мысалы баласы кеше ғана көріп жатырмын, белгісін ашып қойыпты, бала құлап кетті, балаға андай болып қалды, бала күйіп қалды, бала үйтіп қалды, бала бүйтіп қалды. Оның бәрі неден болады? Ананың көңілі балада емес, ананың көңілі ақша табуда болып кеткен, өмір сүруде болып кеткен. Ал ананың мақсаты балаға қарау ғой, ақша табу емес. Міндеті, миссиясы бала қарау. Я бала қарап жүріп шаршайсыз, мейлі демалып алыңыз, балаңыз еміздіріп жатып демалып алыңыз, балаңызға қарап тұрып демалып алыңыз. Бірақ сіздің мақсатыңыз былайша айтқанда ақша қуалау емес та, ақша табу емес. Күйеуіңіз бар ма ақша тауып жатқан? Болды, сол жеткізеді, сол алып келеді. Ал біз әйелдер күтіп, шыдап, сол алып келгенше. Көбіне көп әйелдер шыдамсыз болып кетеміз. Өзім істеймін, өзім қоямын, мен әкеме ақ қойшы, продуктыма ақ қойшы, өзім алып келе саламын, әкеле алмай жатсың ба соны да деп ше. Сондай болып кетеміз, өзіміз бәріне мықтысанып кетеміз. Жоқ. Егер осы уақытқа дейін жинаған ақшаңыз болса, соны құрта тұрсаңыз болады. Прям жоқ кетсе. Ал бірақ еркек адамға кішкене мүмкіндік беріп күтсеңіз, міне осындай нәрсе жоқ, бар мен базар деп, құдайға шүкір деп, кішкене шүкіршілік айтып, сәл шыдап тұрсаңыз, еркек адам өзі қалып келеді. Таппайды, ой, ол сүмелек, ештеңке істей алмайды, ақшаны аз табады деген адамның өзі бала шағасы үшін тырысады. Ер адамдарда бәрібірде намыс бар. Қойшы, әйтеуір ішіңе қамай қапты ғой, алып келейін бірдеңке деген ойында болады. Әйтеуір 2-3 күнде алып келеді, ол қайдан тапса да. Біреуден тартып алып келсе де алып келеді дегендей ғой. Енді Құдай сақтасын, бірақ алып келеді да ол. Соған сену керек. Айтады ғой, ер адамға сенбесең, Құдайға сенбеген деп. Басқа сіз тамаққа, продуктіге басқа тұрмауыңыз керек. Құдайым, бізге берші деп Құдайдан дұға жасап тілеп отырыңыз, алып келеді. Сеніңіз, алып келетіне сеніңіз. Күйеуіңіздің сізді асырай алатынына сеніңіз. Қанша бір ез болса да ол басқа продукт алып келеді. Сеніңіз соған. Енді ез деп айтқаныма ренжімесін енді.
енді бір ер адамдар болады ғой, ақшаны аз табатын, ақша табуға талпынбайтын, сондай адамдар болады. Өте бір қорқақ ер адамдар болады. Бар күшін әйеліне ғана көрсететін ер адамдар болады. Ер адамдар әртүрлі болады ғой. Тіпті сондай, былайша айтқанда, әлсіз дейміз ба, сондай, енді мен ондайды бір ауадан алып жатқан жоқпын, бірақ сондай адамдар, ер адамдар бар да, отбасын былай көп ақшаға табуға талпынбайтын, бір ғана жұмысына барып келетін, не бизнеспен айналысқысы келмейді, не басқамен айналысқысы келмейді. Мен ондайды бірнеше рет көргем, бірнеше семьядан көргем отбасында. Ол кезде әйел ішіп жүріп кетеді. Жоқ, беру керек билікті ер адамға. Сенем, алып келесің, міне жоқ, осыны істе деп айтпай ақ, бар мен базар деп отырсаңыз ақ, ол алып келеді. Бірде болмаса бірде, тек қана шыдамдылық болу керек. Ал әйел адамның мақсаты баласына қарап отыру керек болды. Әйел адамның жалпы мақсаты баламен айналысу керек қой, немен емес. Қазір декретте отырып, жаңағы байып кеттім, ақша тауып кеттім деген әйелдер, ол енесіне қаратып қойып табады, өзі қарамайды оны. Осыны жаттап алыңыздар, өзі қарамайды, енесіне қаратып қояды, болмаса мамасына қаратып қойып ақша табуы мүмкін, болмаса нянька жалдауы мүмкін. Әйтеуір бір адам оған қарап отыр, оның баласына. Бірақ өзі қарап отқан жоқ, басқа біреу қарап отыр. Әйтеуір бір қараушысы бар, соған сеніп ол жұмыс жасап жатқан әйел да. Ал и бала қарап, и жұмыс істеп, и үйдің тірлігін істеп, ол это невозможно. Кейбір блогерлерді көремін енді, баласына қарап блог түсіріп, ол блог түсіріп жүргенде де баласымен бірге, ол кезде де ойлаймын, баласын біреуге беріп қояды, енесіне беріп қояды, болмаса мамасына беріп қояды, болмаса әйтеуір қарайтын адам бар оны блог түсіріп жүргенде де. Ол өйтіп баласын жылатып қойып блог түсірмейтін шығар. Болмаса бұл жаңағы баласын ұйықтатып қойып түсіреді, сондай. Бірақ әйтеуір жаңағы баламен арпалысып жүріп істемейді да. Баламен арпалысып жүріп бірдеңе істеу, ол мен айтайын мүмкін емес деп. Сол себепті әртүрлі жаңағы декретте отырып байымадым, декретте отырып үйтпедім, бүйтпедім, күйзеліп ызакетке түспей ақ қойыңыздар. Тек көп байқаймын ызакетке түсіп, осылай бүйтіп жүретін әйелдерді. Олар қажет жоқ. Барлығына шүкір, күйеуім алып келеді, барлық жақсы болады, менің міндетім бала қарау деңіздер. Болды достар, сіздерге айтайын дегенім осы. Жалпы көргендеріңізге рахмет.